Саламатсыздар, менің YouTube каналымның оқырмандары. Менің арнама тіркеліп, лайктарыңызды басып, видеомды соңына дейін көріп кетіңіздер. Мен сіздерге бүгін өте пайдалы рецептпен бөліспекшімін. Малдың тілінен дәмді иммунитетке өте пайдалы, балдарымыз сүйіп жейтіндей тамақ дайындауды үйретпекшімін. Ал ендеше бисмилла деп бастайтын боламыз. Малдың тілін орташа етіп турап аламыз. Кейін үлкен көлемдегі табамызды алып, туралған тілді салып, үстіне жартылай туралған пиязды салып, оның үстіне 5-6 дана кесілген сары майымызды салып, қақпағын жауып, 1 сағатқа баяу отта қоятын боламыз. 1 сағаттан кейін тіліміздің үстіне тұз, қара бұрыш, зіра, лавр жапырағын, паприка саламыз. Жақсылап араластырып, су құйып, тағы да 2 сағатқа қоямыз. Баяу отта 2 сағат піскеннен кейін мен балдарым сүйіп жеу үшін тек қана тілді емес, гарнир ретінде макаронды қосып пісірдім. Жасап көріңіздер. Дәмі керемет болған. Сіздерге ұнауы сөзсіз тамаша шыққан. Сіздерге де ас болсын. Алдағы